Біз Қоңырау мұнарасының басында тұрмыз. Ресей, Владимир облысы, Семеновская ауылы біздің ханым шіркеуі. Кірпіштен қаланған Қоңырау мұнарасы 3 қабаттан тұрады. Қоңырау мұнарасының жоғарғы платформасынан өте алысты көруге болады. Біз жаңадан жасалған ағаш еденде тұрмыз. Міне ағаш баспалдақ. Біз төмен түсеміз. Біз жаңа ағаш баспалдақтармен төмен түсеміз. Біз келесі деңгейге өтіп жатырмыз. Бұл деңгейде ағаш тақтайшалардан жасалған. Жақында жасалған. Ағаш едендер сыртқы тесіктерге сәйкес келмейді. Қабылдау жоғарырақ болуы керек. Бұл кірпіш тауашалар төменгі жиегінде, бірақ қабаттасу дұрыс емес жерде жасалған. Төменгі деңгейге барайық. Тағы да біз ағаш еденді көреміз. Төменде ағаш еден, ал жоғарғы жағында ағаш төбесі бар. Екі ағаш еденде жақында жасалған. Кірпіш баспалдақтың белгісі жоқ. Неліктен сәулетші Қоңырау мұнарасын баспалдақсыз жасады? Тағы да біз тек ағаш еденді көреміз. Мұнда кірпіштен жасалған қойма болған деген белгі жоқ. Кірпіш қабырғада тауашалар жасалған. Тауашалар тым кішкентай және таяз. Бөренелер үшін сенімді бекіту болмайды. Төмен түсейік. Тағы да ағаш баспалдақпен. Өте тік баспалдақтар. Мұндай баспалдақпен көтерілу және түсу ыңғайсыз. Біз көктен жерге түстік. Ағаш арқалықтар қисық бұрышпен салынған. Бұл шынымен құрылыс кезінде ойластырылған ба? Қоңырау мұнарасында жаңадан жасалған 4 ағаш палуба бар. Сонымен қатар бір кірпіш төбесі емес. Төбеге шығатын баспалдақ жоспарда жоқ. Неліктен Орыс Қоңырау мұнарасындағы ярустардың арасында төбелер мен баспалдақтар болмады? Құрылысшылар ұмытып кетті ме? Әлде солай ойластырылған ба?